Оқиға басталмас бұрын арнама жазылып кетіңіз. Болған оқиға. Өткен ғасырдың ортасында Қытайдың қазақтар қоныстанған Іле аймағында Ақбозат деген көркем фильм түсірілген. Сол фильмде басты рөлді сомдаған жылқы тұқымы асыл, қаны таза, жорға айғыр болыпты. Жорғасы шапқан атқа жеткізбейтін, мүсіні қыздай, кербез қанттай аппақ жылқы еді. Бірақ сол Ақбоздың тағдыры аянышты аяқталған. Фильм түсіріліп біткен соң Ақбоздың өнеріне тамсанған қытайлар айғырдан жақсы тұқым алғысы келіп, талай жорға жүйрік биеге қосқан. Бірақ жақсы құлын тумапты. Сол күні ішкі Қытайдан келген мал дәрігері былай депті: Ақбоз айғырдың өзінің енесіне қосамыз. Екі асыл тұқымнан нағыз алтын құлын туады, деп жаңалық ашыпты. Мұны естіген ауылдағы қариялар шулап: жылқы деген адам сияқты есті жануар. О заманда бұ заман биеге өзінен туған төлді қосушы ме еді? Бұл жақсылықтың нышаны емес, деп әлгі дәрігерге тілмәш салады. Бірақ ішкі өлкеден оқып келген маман қазақтардың қорқынышына құлақ аспаған. Сөйтіп Ақбоз айғырды сол күйінде басына қап кигізіп енесіне салады. Осы оқиғаны көзімен көргендер әлі күнге дейін қорқынышпен еске алып жүр. Басқа биенің исін алдырып алып, басына қап кигізген соң енесіне шаптырғанда ақ айғырдың құлын даусы шықты. Басынан қапты шешкені сол, енесі боз биеге бір қарап, көзі шатынап, қорадан бір-ақ қарғыды. Құстай ұшып, сол күйі шауып, таудың қыр жонымен кетіп, кереге тастан, құздан ұшты да кетті. Арғымақтың денесін алып шықпақшы болып, бір күннен кейін құзға түскендер айғыр сүйегінің шашылып қалғанын көрген. Терісі іріп, еті шіріп кетіпті. Ал енесі ақ бие не үйірге ермей, сол күйінде жем жемей көзінен жас парлап қорада өлді. Бұл текті жылқылардың обалы кімге? Қайран жануарлар-ай!